Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда сіздермен осындай жапырақты тоқитын боламыз. Жапырақтың тоқылуы өте оңай, бар болғаны столбик без накидамен тоқылады. Жапырақты тоқу үшін біздерге жіп, крючок және қайшы қажет болады. Менде жіп ярнар джинс 50 грамда 160 метр және 3-ші номерлі крючок. Дайын болсақ, сабағымызды бастайық. Ең алдымен 12 воздушный петля тоқып аламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. 12 воздушный петля. Енді бірінші петляны тастаймыз да, екінші петлядан бастап столбик без накида тоқимыз. Он столбик без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбик без накида. 11-ші петляға 3 столбик без накида тоқимыз. 1, осы петляға 2, осы петляға 3. Енді мына бетінен 8 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8 столбик без накида. Бір воздушный петля көтереміз. Өзімізге қаратып айналдырып аламыз да 9 столбик без накида тоқимыз. Петляның артқы бетінен аламыз. Бізде 2 беті, міне 1, 2. Соның артқы бетінен аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петля. Енді ортадағы петляға мінекей 3 столбик без накида тоқимыз. 2, 3. Енді қайтадан 9 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбик без накида. Байқасаңыздар, соңында біздер 2 петляны тоқымай жатырмыз. Енді қайтадан бір воздушный петля көтереміз. Өзімізге қаратамыз да тағы 9 столбик без накида тоқимыз. Және 10-шы петляға 3 столбик без накида тоқитын боламыз. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбик безнекейді. Онан кейін 10 петляға 3 столбик безнекейді. Петляны біздер петляның артқы бетінен алып тоқитын боламыз. 3 столбик безнекейді. Онан кейін тағы да 9 столбик безнекейді тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбик безнекейді. Соңында бізде 2 столбик тоқылған жоқ, 2 петля қалды. Енді қайтадан бір воздушный петля көтеремізді, өзімізге қаратамызды. Тағы да 9 столбик безнекейді. Петляның артқы бетінен алып тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 петляға біздер 3 столбик безнекейді тоқимыз. Онан кейін қайтадан 9 столбик безнекейді тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбик безнекейді. Енді бір петля көтереміз, қайтадан өзімізге қаратамызды. Қайтадан 9 столбик безнекейді тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбик безнекейді. 10 петляға 3 столбик безнекейді тоқимыз. Онан кейін қайтадан 9 столбик безнекейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тағы бір воздушный петля көтереміз. 9 столбик безнекейді тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 столбик безнекейді. Онан кейін қайтадан 9 столбик безнекейді тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбик безнекейді. Енді жібімізді қиып тастаймыз.
түйіп, артық жіптердің барлығын жасыратын боламыз. Мен артық жіптердің барлығын жасырып қойдым. Сонымен біздің жапырағымыз дайын. Достар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер видео сабақ бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментария қалдырыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер, видеоға лайк басыңыздар. Келесі сабағымызда біздер осындай клубниканы тоқып үйренетін боламыз. Осы клубника видео сабағын жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.